Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тауық аяқтарын печкада пісіретін боламыз. Өте дәмді болып, сочный болып шығады. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Бір құрғақ ыдысымызды алып, оның үстіне бір шай қасықтай ащы қызыл бұрышымызды саламыз. Ұнтақталған. Оның үстіне тағы бір шай қасық қара бұрышымызды саламыз. Оның үстінен жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Тұзды көп қосудың қажеті жоқ, өйткені бұрыштардың ащысы да шығады. Оның үстіне паприка саламыз. Майонез қосамыз. Кетчупымызды саламыз. Кетчупты сәл майонезден көбірек қып қосамыз, қызартып, қызыл түс беру үшін. Енді барлығын араластырамыз, яғни соусымыздың барлығын бір-біріне дәмдері сіңгенше жақсылап қолдың көмегімен қасықпен араластырамыз. Енді тазалап жуылған тауық аяқтарымызды алып, оның үстіне жаңағы дайын болған соусымызды салып, барлығына жақсылап тигенше, барлық жеріне жағылғанша жақсылап басында қасықпен араластырып, сосын қолдың көмегімен араластырып аламыз. Алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште 1 сағат пісіріп аламыз. Міне біздің тауық аяқтарымыз, яғни голендеріміз дайын болды. Өте дәмді, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.